Сәлем достар, бүгін бізде 11-і, біз осылай сағат 9:30-да біз осылай такси шақырып аэропортқа қарай бара жатырмыз. Еще біз шашымызды жубаған болатынбыз, мама екеуміз. И вот еще шашымыздың жартысы кепті, жартысы кеппеді. И біз осылай аэропортқа бараттық. Мына жерде сөйлеп жаттым, но ол жердегі сөйлеп жатқанын алып тастадым, достар. И біз уже аэропортқа жеттік. Мен самал жеткен кезде сіздерге түсірдім. И вот осы видеода барын көретін боласыздар. И және бұл қысқаша влог. Жаңағыдай қалай Қызылордаға барып келдім, сол жайында. Это я фотоста көрсетіп жатырмын айнадан. И вот бізде осындай жерден түсіріп алдым сіздерге. Астана дейтін кәдімгідей суық болып тұр. Короче, достар, біз неден бүкіл үстіміз бүгін тексеріп сөйтіп өттік. Ал достар, біз осылай отырық мына жерде. Біз, короче, андай осындай неден алып көрейік деп жатыр, осындайдан. Мынандайға вообще ұшпадық біз, достар. Енді ұшып көрейін деп жатырық. Қандай екен? Вот, достар, мама осындай кофе заказ етті, ал мен осындай какао. Ал достар, ішіп болдық. Ал достар, мен су алып, короче, келедім. Короче, бізде астыда самолетті отырық. Қайырлы күн ханымдар мен мырзалар және біздің кішкентай жолаушылар. Біздің ұшағымыз Астана Қызылорда бағыты бойынша номер 423 рейсін орындауда. Сапар барысында ұшу уақытымыз 1 сағат. Біз андай сатып алдық екеу. Температура 6 градуса, температура 0,5 Рахмет, осылай мен өтіп кеткен туған күнімді осылай өтіп кеткен туған күнімді клубника жаңа шоколаде берді. Және мен осылай әжейіне келдік барлығымыз. И вот. Потом осылай өріп тұрған шашымды шешіп, осылай инстаграмға түсіп алдым. Осылай влог аяқталды. Және мен новыйдан мен үйіме барып көрдік. Біз оны көрмеген болатынбыз. И новыйдан алған үйімізді көрдік. Осылай влог аяқталды. Всем пока!